Осы аумақта 6 краншы бармыз. Үшеуі қыз келіншек, үшеуі ер адамдар. Әйел кісілер наоборот чем өздерінің жұмысын оқыту болады, еркектерге қарағанда. Жақсы аламыз. Миллионға кішкене жетпейді. Бір кран 15-20 адамға жұмыс істейді. Крандарды ремонттаймыз, бұзылса келеміз, звондайды, или группа бар. Соған айтады, бұзылса барамыз, ремонтын қарап, бұзылған жерін істеп береміз. Жоқ, мүлдем мүмкін деймін. Қайта бұл мамандықтан басқа ешқандай неге кетпейтін сияқтымын. Қазақстанда құрылыс қарқын алған. Жыл сайын миллиондаған шаршы метр тұрғын үйлер бой көтеріп жатыр. Соларды тұрғызуда маңызды рөл атқаратын мамандық бар. Ол краншы. Краншының жұмысы өте жоғары жауапкершілікті талап етеді. Себебі оның бақылауындағы кранның жұмысы мен техникалық күйі құрылыс алаңындағы барлық қауіпсіздік шараларын сақтауға, жұмысшылардың өмірі мен денсаулығына тікелей әсер етеді. Краншылар күнделікті жұмыс кезінде бірнеше ондаған метр биіктікте жұмыс істейді. Бұл жұмыс психологиялық және физикалық тұрғыдан өте қиын, себебі биік кранға шығу, желдің әсері, ауа райының жағдайы осының бәрі жұмысқа әсер етеді. Бүгін біз осы бір биіктегі мамандық жайлы баяндаймыз. Негізі биіктіктен қорқпайды екенмін. Мен көтерілген кезде ондай қорқыныш болған жоқ. Қазірде ондай жоқ. Бірақ қазір енді кей кезде бір аяғың тайып кетпейді ма бір жерден деген кейде болады енді бір сондай қорқыныш. Бірақ асықпай аяқтарымызда нық басып түсіп мініп жүреміз. Осы аумақта 4-6 краншы бармыз. Үшеуі қыз келіншек, үшеуі ер адамдар. Үйреніп алғаннан кейін, әрине қазіргі кезде қиын емес, мүлдем. Басында енді үйреніп жүрген кезде әрине қиын болды. Үйдегі әке-шешем менімен сөйлеспей қойды. Басында қарсы болды, одан кейін сөйлеспей қойды. 2 күн. Ренжіді, барма, одан басқа жұмыс таба алмайсың ба деп. Басқа жұмыс қара деп. Өзімнің қалауым осы болды. Енді уайымдайды ғой, қауіпті жұмыс деп. Бұл қызға жараспайтын жұмыс, мүлдем келмейтін жұмыс. Ер балалардың жұмысы деп. Кранды да қыз балалар жүргізеді ма, сен қыз осы қайдаған шығармаш деп. Қазір қабылдады, қазір спокойно просто относится. Бізге почти бүкіл осы жұмыспен ғой, кранға байланысты жұмыстың бәрі. Свет болмаса, кран болмаса жұмыс істей алмаймыз. Басқа тауарларды көтере алмаймыз, біліп тұрсыз. Жаңағыдай заттар. Бұрында әйел кісілер айтаған кран полностью. Ол жаңағы қорқыныш болған жоқ. Ешқандай әйел кісілер керек. Әйел кісілер наоборот чем өздерінің жұмысын оқыту болады, еркектерге қарағанда. Біздің крандардың биіктігі 50 метр шамамен. Таңертең сағат 8-де келеміз, журналдарға қол қоямыз, кранның дұрыс істеп тұрғанын, істемей тұрғанын қабылдап аламыз. Содан кейін барып кранымыздың башмактарын шешіп, одан кейін кранымызға көтерілеміз, жұмысты бастап кетеміз бірден сағат 8-ден. Уже раствор келіп тұрады. Раствор дейді ғой, енді ерітінді келіп тұрады. Соны қабылдап, уже сағат таңғы 8-ден жұмыс басталып кетеді. Сонымен уақыттың қалай өткенін білмейміз. Бірден түскі ас ішетін уақыт болып қалады. Астына түсеміз де бір түстеніп аламыз, содан кейін қайтадан көтерілеміз кранымызға. Кешкі сағат 6-7-лерге дейін жұмысымыз тоқтамай жүреді. 6 күн жұмыс істейміз, бір күн демаламыз. Енді көбінесе осы кран айдайтын кісілер тапшы ғой, жалпы. Оларда енді оңай жұмыс емес, ол жоғарыда отырады. Жаңағыдай күннің ыстығы бар, суығы бар, желі бар, басқасы бар. Оны басқаруды оңай емес. Именно сол крановой мәселесі. Жалпы құрылыстың барлық маманы тапшы ғой негізі дәл қазір. Өйткені Астана бар, Алматы бар, барлық жақта құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Сол себептен
жұмыс күші тапшы. Жұмыстың қиыншылығына қарап, жалақысы да сондай болады. Енді қазір көп жастар енді интернет жүйесімен жұмыс істегенді ұнатады. Сол себептен енді бұл да оңай келетін емес, ақша емес. Ол жұмысты жақсы көремін өзім. Жақсы көргеннен кейін осы ұнатып, осы жұмыста қалып отырмыз қазіргі таңда. Негізгі бірінші мамандығымыз біздің де енді оценщик дейді, банк саласында. Бірақ ол оқуды бітіргеннен кейін осы құрылыс саласына қайтадан оқуға тапсырып, құрылыс саласында жүрміз. Өйткені әкеміздің жанында көп жүрдік. Сол жұмыстың ары бері ыңғайын қарап. Мен 2005 жылы орта мектеп білімді бітіргеннен кейін осы Астана қаласына Қазақ ұлттық технология және бизнес университетіне оқуға түсіп, бакалавр технолог мамандығын аяқтағанмын. Бірақ ол мамандықпен жұмыс атқарған жоқпын, мүлдем. Одан кейін тұрмыс құрдым, тұрмыста болдым. Қазір бір ұлым бар, жасы 14-те. Осы құрылысқа мен 2021 жылы құрбымның айтуымен келгенмін. Мен оның жұмыс істеп жүргенін көрдім ғой. Сосын ол маған айтып барлығын түсіндіргеннен кейін маған да қызық болды. Өзіңді мүлдем басқа жағынан тануға маған сол жағы өте қызық болды. Менің қолымнан келеді ме, келмейді ме бұл техниканы жүргізу. Сол келдік. Бұл жерде оқытты өздері тәжірибеден өткізді. Одан кейін сол жұмысқа орналастырып, ары қаратай алып кеттік. Құрылыста жүргеніме 18 жыл болды, Астанада жүргеніме. Жаман емес, болады істеуге. Алғашқы 2006-та келдік. Сол кірпіш қалауды үйренеміз деп келдік. Мысалы, Аллаға шүкір үйреніп, несібеміз осы кірпіштен болады, платкіден болады. Қиыны да болады, оңайы да болады. Енді амал жоқ. Жігіт адам болғасын, көнесін, төзесін. Осы жұмысымыз. 4 жыл болды, ағам арқылы келгем. Жерде астында стропылчик болып бастағам жұмыста. Қазір осы күнде жоғарыда үйрендік қой, шығып. Бұрында істеп көрмеген. Білмеймін, өзіме ұнайды. Басқа жұмыстар істей алмаймын. Құрылысқа дейін повар болып жұмыс істедім. Не жұмыс істедім? Кондитер болып жұмыс істедім. Әртүрлі жерде жұмыс істедік қой. Құрылысқа келіп тоқтадық. Сол қалдық қой пока что. Қазіргі жастар білмеймін. Жұмыс істесін деп айтамын. Әке-шешесіне масыл болмасын. 18-де толған кейін өз басын өзі асырау керек деп ойлаймын. Қашанғы жүреді, семья асырау керек ертеңгі күні оларда. Бір үйдің қызын алады, оны асырай алмаса әке-шешесі бақпайды ол қызды. Енді бұл салада 15 жылдан аса уақыт жұмыс істеп жатырмық. Енді бұл салада әкеміз жұмыс істеді, дәнекерлеуші болып. Содан қазір зейнетке шықты, былай қарасаңыз. Сол әкеміздің артынан келе жатырмыз бізде. Құрылыс саласы ата-бабамыздан бері қарап тоқтамаған ғой. Енді бұл құрылыс жыл 12 ай тоқтамайды. Біріншіден, сосын жауапкершілікті өте талап ететін саланың біреу. Қандай жұмыс түрін алмасаңыз да, бәрі жауапкершілікті талап етеді. Өйткені бұл үйлерде, салған үйлерде қаншама бақытты семьялар өмір сүру керек. Бұл үйдің тарихы біткенше, сол себептен барлық саласында жауапкершілік өте талап ететін мамандық. Бірақ саламыз. Миллионға кішкене жетпейді. Фиксированный кәдімгідей бізде оклад бар. Окладтан бөлек әр ай сайын берілетін үстемақымыз бар. Одан бөлек мемлекет тарапынан белгіленген мерекелік сыйақыларымыз болып тұрады. Сонымен жаңа жалақымыз сондай жақсы аламыз. Жоқ, тап сол жалақыға бола мен осында келдім деп айта алмаймын. Бірақ маған өзіме бір маман иесі болып өз-өзімді табу бірінші мақсат сол болды. Одан кейін жаңағы екінші сіз айтып кеткендей жалақы мәселесі. Бұл жерде жақсы, жалақысы жақсы, өте жоғары, шүкір. Осы компанияға келгелі қанша болды мысалға мен? 3-4 жылдың арасында Қазір өзіміздің пәтеріміз бар, осы уақытта алған.
бірақ енді ол ең бірінші жаңағы приоритет емес. Жақсы маман иесі болу болған негізі мақсат бірінші. Қажыма басында істеп жүргенде шашатын жан-жағы. Қазір енді жинаймыз ғой. Кепайске жинайсың. Бұрында бас істемеді, енді жас кезде шашып жүрді. Қазір енді оқу керек, оқуға төлейсің ақша. Жұмыс істетер. Жүріп қаласың мен. Қиындау уақыттар. Жаңағыдай қыс басталатын кезде қиындау уақыттар. Уже қыс басталып кеткен кезде қиындығы жоқ. Үйреніп қаласың оған да. Жаңағы ауа райы ауысқан кезде неге түсе алмай қаласыз. Сол уақытта үйрене алмай қиналасыз кішкене. Басқа уақытта қиындығы жоқ. Самые прогрессивные идеи и инновации воплощаются в лучших автомобилях современности. Год за годом команда профессионалов «Аллюр» совершенствует производство, задает стандарты всей отрасли и осуществляет мечты тысяч казахстанских семей. Машиностроение – наш путь и призвание, выбор и судьба. Мы гордимся тем, что вместе творим историю и меняем мир к лучшему. Kia, Chevrolet, Jack – каждый бренд, созданный на нашем заводе, становится эталоном качества и созидания. К нам присоединились Jetour, Hongqi и Шкода. Наша уникальность в том, что мы ведем за собой команду и готовим кадры для всей отрасли. Расширяем сотрудничество. Разрабатываем и внедряем новые учебные программы и методики. Поддерживаем будущих специалистов. Обеспечиваем сотрудников достойными условиями труда и жизни. День за днем «Аллюр» задает новые высоты и еще раз доказывает, что все цели достижимы. Каждый из вас создает светлое будущее, а вместе мы невероятная сила. Мүлдем өкінбеймін. Қайта бұл мамандықтан басқа ешқандай неге кетпейтін сияқтымын. Осы бағытта жұмыс істеймін аха. Енді кез келген жұмыстан адам шаршайтын шығар. Ол тек қана құрылыстан ғана емес. Керісінше бұл жерде біз тек қана мысалға басымыз ғана емес, психологически ғана емес, мысалға біз бұл жерде физически де шаршаймыз ғой. Сондықтан да біздің ұйқымыз тынық. Кейде мүмкін болса, енді шаршап кететін болса, онда демалысымызды алып, қайтадан өзіміздің қалпымызға келіп, қайтадан жұмысымызға ораламыз. Ондай мүмкіндіктер қарастырылған. Бұл жерде крановойшылар мәселесіне келетін болсақ, енді бұл жерде өте жауапты мамандық бол. Енді бір кран 15-20 адамға жұмыс істейді. Олардың жұмыс выработкасы бар бір күндік. Солардың енді бір күндік полный объемын сол крановойға байланысты. Егер крановой білікті маман болса, олардың да жұмысы алға жүреді. Бұл жерде енді Зейнеп ханымға келетін болсақ, ол кісіге ешқандай жалып жоқ. Енді жұмысына тиянақты, жұмыс уақытысында келіп, уақытысында кету, сосын жаңағыдай артық мінезі жоқ. Енді бір сөзбен айтқанда сондай болу керек қой, жалпы сабырлы кісілер болу керек, өйткені ол кранды басқаруда оңай емес. Жаңағыдай жеңіл ойлы кісілер болатын болса, енді оларда да ашу шаң болмау керек. Мысалға қаншама погодный условия бар, жел бар, басқа бар. Оларға да оңай емес, бір сөзбен айтқанда. Қолайсыз ауа райы кезінде бізді жұмысты тоқтатады ғой. Біз жұмыс істемейміз, астында күтіп отырамыз. Ол қатты желді күні жұмыс жасамаймыз, қарлы күні жұмыс жасамаймыз, жауын шашын болған кезде жұмыс жасамаймыз. Өйткені оның барлығы техникаға әсер етеді. Мысалға жауын күндері кранның механизмінің біраз жерлері су болып қалса, тормоз ұстамай қалуы мүмкін, тежеуіштер ұстамай қалуы мүмкін. Сондықтан да көтеріп келе жатқан жүктің астына түсіп кету қаупі бар. Сол үшін жұмыс жасалынбайды. Ондай негер көп кездесіп тұрады.
Құрылыс алаңында кранның сымдары мен жүктері төмендегі құрылысшыларға әрдайым қауіп төндіруі мүмкін. Сондай-ақ кранды басқару барысында техникалық ақаулар, жүйенің істен шығуы сияқты күтпеген жағдайларда болуы ықтимал. Краншы соның барлығын ескеріп қадағалап отыруы тиіс. Жалпы тұтас әлемде краншылардың жұмысы өте қауіпті болып саналады. Халықаралық еңбек ұйымының мәліметтері бойынша құрылыс саласында жұмыс істейтін адамдардың арасында өлім-жітім азаймай отыр. Жоғары деңгейі сақталады. Әсіресе биік крандар мен басқа да көтергіш механизмдермен жұмыс істейтін мамандар үшін қауіп-қатер айтарлықтай жоғары. Статистика бойынша жылына әлемде 2000-нан астам адам құрылыс алаңында кранмен жұмыс істегенде қаза табады. 12-ші қабатты көтеріп болдық. Енді төбесін жауып жатырмыз. Осымен бұл объекті бітпейді әлі. 4 подъезд бар. Бірақ ол мен салып жатқан блок бітеді. Бұл жердегі кранды бұзып, келесі блокқа құрады. Шамамен 1,7-дей бұзғанша, оны қайтып құрғанша, сол 1,7 шамамен сондай уақыт өтеді. Ол кездерде бізді басқа бос тұрған кранға жұмысқа шақырулары мүмкін. Сондықтан біз бос отырмаймыз. Әркез жұмысымыз жүреді. Келеді жастар. Жас балдарды жеткілікті. 2098-ден бастап, ең жасымыз 98 жылғы, 99 жылғы балдар ең жас. Үйретеміз, былай дейміз, ебі болса алып кетеді. Ебі жоқ, өзің көз жетсе, істей алмайын дейтін болса кетеді. Ол үшін жұмысқа қызығу керек, ниет болу керек, қызығушылық керек. Сол, ақша табам, отбасын бағам, үйленем, семьялы болам дейтін кісілер істеуге болады. Қауіпті болған жерлерінде пояс бар, страховой каска бар, сақтансын сақтайды. Бірінші кезде әрине, болады. Техниканың қыр-сырын түсінгенге дейін баяулау, қозғалу болады. Жан-жағыңды зерттеп білгенше дейін астында жұмыс жасап жатқан балалардың да мінез құлқын білгенге дейін әрине жұмыс кішкене баяулау жүреді. Одан кейін үйреніп алғаннан кейін, бір-бірімізді түсінгеннен кейін уже кетеді. Дәлдікті талап етеді, алып келген жүкті дәл орнына қойып беру, сақтықты талап етеді. Кранның ішіне көтерілгеннен кейін барлық ойыңды барын жинайсың да, үйдегі болып жатқан проблемалардың барлығын бір жақ шетке жинастырып қоясың да, болды, тек жұмысты, жаңағы жүкті орнына алып келіп көтеріп қойып беру. Құрылыс болғаннан кейін енді жұмыс қауіпсіздігі сақтайтын адамдар бар, сақтамайтын адамдар бар, жеңіл қарайтын адамдар бар. Негізінде ол қауіпсіздік құрылыста бізде бірінші орында. Сол себептен осы жұмыскерлердің қауіпсіздігі келгенде, кеткенде, жұмыс орнында барлығын енді айтып, түсіндіріп, айтып жүреміз. Бірінші очередь бізге сол кісілердің қауіпсіздігі. Бірақ енді құрылыс болғаннан кейін болып тұрады ондай келеңсіз жағдайлар. Қиын. Жаңа айтып кеткендей, өте қауіпті жұмыс. Аса жауапкершілікті талап ететін жұмыс. Біз ережеге сай жұмыс жасаймыз. Ол ережеден мүлдем шықпаймыз. Өйткені оны бізді қарап, қадағалап отыратын техника қауіпсіздігі маманы бар. Әрдайым сол кісімен қатар жұмыс жасаймыз деп айтсам болады. Ең ауыры дейтін сол көп негізі. Мысалға ол келе жатып бір жүк түсіп кетуі мүмкін, үзіліп кетуі мүмкін пауктар. Бірақ соның барлығын алдын алу үшін тексеріп алдын ала барлығын қарап қадағалап отырады арнайы мамандар. Ол жаңағы біздің өзі жүкті алып беріп отырып барлық назарымыз соның қауіпсіздігінде отырғаннан кейін, сіз айтып отырған нелерге біз вообще мүлдем мән бермейміз ғой.
бірақ иә одан кейін мүмкін салып болғаннан кейін артынан қарап таңғалып тұрамыз. Біз осыншама уақыт арасында осындай бір тұрғын үйді салып тастадық па деп. Бірақ жаңағы процесс жүріп жатқан кезде аса қатты мән беретін уақытта болмайды деп айтсам болады. Крандарды ремонттаймыз, бұзылса келеміз, звондайды, или группа бар, соған айтады, бұзылса барамыз, ремонтын қарап, бұзылған жерін істеп береміз. Жоқ, бірінші таңертең келген кезде обход жасаймыз крандарды. Бәрін қарап, май суын тексеріп, сол жұмысқа кіріседі. Иә, сол кісілер айтады, например, краным майна вира істемей жатыр, или тормоз ұстамай жатыр, сол кезде барамыз. Сосын звондап айтамыз, тоқтатыңдар. Сосын астына ремонтын жасап, болғаннан кейін крановойға жұмысын істей бер деп айтамыз. Иә, бұл енді өте қауіпті жұмыс қой енді. Крановой, например, жоғарыдан бәрін чувствовать етіп істейді. Біз астында сол бәрін қадағалаймыз. 6 ай уақытында оқытты. 6 ай уақытында оқытып, сол жаңа оқығаны тәжірибе жинауымыз барлығы сол осы 6 ай уақыт ішіне кіреді. Жұмысқа орналастыру барлығы. Біз бөлек жерде оқымаймыз ғой. Сол өзі салынып жатқан аумақта сол жерде оқытады. Сол жерде өзі бір тәжірибелі краншының қасына міндеттеп қояды. Сонымен біз бірге қарап, жұмыс істеп, күнде сол адамның қасында жүріп, оқып, білім алып жүреміз де, келесі кранға, бос кранға отырғызып, біздің жауапкершілігімізге қалдырады. Қазақстанның басым көпшілігі мысалға баспанасыз жүр. Солардың барлығын үймен қамтамасыз ету үшін осы құрылыс әрине керек. Ол үй салынғаннан кейін ол үйдің қасына инфраструктурасы керек, міндетті түрде ол мектеп болу керек, балабақшасы болу керек, және поликлиникалары болу керек. Сондықтан да құрылыс саласы міндетті түрде керек. Енді бұл обычный жұмыс қой, бұның прям мақтанатындай несі жоқ қой, ештеңесі жоқ қой. Бірақ енді кей кезде таңарқайым осындай үлкен алпауыт техниканы мен ба жүргізіп жүрген деп. Біріншіден жаңағы мен айтып кеткендей, бұл жерде әрдайым физический подготовкада жүресі ғой адам. Жүреді, тұрады, мінеді, түседі. Адамдар көп бұл жерде. Барлық адамдармен араласады. Өмірге деген мысалға көзқарасы қалыптасады осы жерде жүріп. Ал басқа мысалға құрылыстан бөлек офистік жұмыс атқаратын болса, ол жерде ешқандай қозғалыс жоқ, тек қана отырады. Ол да бір жағынан шаршататын шығар. Сондықтан одан бөлек екінші мәселе ол жалақысы да жақсы бұл жерде. Бірден үлкен ақша табуды мақсат етпей, ақырын еңбектенсе, біраз белестерге шығуға болады. Адал еңбекке енді ештеңе әрине жетпейді ғой. Әрбір біз жалақымызды алған сайын төбеміз көкке жетіп қуанамыз. Әр ай сайын біздің содан бөлінетін эмоциямызды айтып жеткізу мүмкін емес. Өзіміздің тапқан табысымызды өзімізге жұмсағанымыз әлдеқайда жақсырақ, чем басқа біреуге қарап отырғаннан. Әлемде жыл сайын бірнеше мыңдаған краншы жұмыс кезінде қаза табатын жоғарыда айттық. Бұл өте қауіпті мамандық, бірақ краншылар сол қауіп қатерді біле тұра нәпақа тауып отбасын асырау үшін күнделікті биікке көтеріледі. Осы мамандықты шын қалап қызығушылықпен, жауапкершілікпен атқарып жүрген азаматтар да аз емес. Сондықтан олардың кәсібіне құрметпен қарау керек. Ал қауіпсіздік шараларын күшейту, краншыларды дұрыс даярлау және техника мен құрал жабдықтардың жағдайын тексеру – бұл барлық құрылыс саласына жауапты азаматтардың басты міндеті болуы керек.